Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бейсенбінің берекелі таңындағы тікелей эфирдегі бағдарламамызды біз Алматы студиясынан арқарай жалғастырамыз. Біз атаулы күндерді естен шығармаймыз, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бүгін халықаралық музейлер күні. Бұл мереке тек біздің елімізде емес, күллі әлемде атап өтіледі. Сондықтан бүгін қонақжай студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің директоры Рашида Ерімқызы. Қош келдіңіз, Рашида ханым. Қайырлы күн. Кәсіби мерекелеріңізбен өздеріңізді құттықтаймыз. Енді осы атаулы күнге байланысты біраз іс-шаралар сіздерде жоспарланып отыр екен. Менің білуімше қазір сағат 10-нан басталып кетеді. Осы жайында енді тарқатып, толығырақ айтып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті біздің Таңшолпан бағдарламасының тұрақты көрермендері. Бүгінгі күні бізбен сізді қауыштырған Таңшолпан бағдарламасының ұжымына үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Бұл 18 мамыр халықаралық музейлер күні тек қана музей қызметкерлерінің емес, жалпы барша халықтың мерекесі деп айтуымызға толық сеніміз бар. Себебі бұл біздің музейлерде сақтап отырған тарихи мұраларымыздың барлығы осы халықтың ата-бабасының ұстап тұтынған бұйымдары. Сондықтан бұл жалпы халықтық мереке. Сондықтан бұл мерекені жылда барлық әлем бойынша музей қызметкерлері ерекше дайындықпен қарсы алады. Сол дәстүрден орталық музейде жаңылмаған, себебі Қазақстан бойынша алғашқылардың бірі болып, осы орталық музей бастаған. Оның басында әрине сол кездегі музей басшысы Нұрсан Әлімбай ағамыздың еңбегін үлкен құрметпен айтып өткіміз келеді. Себебі бұл жаңа жобаларды жүзеге асыру ол қаншама дайындықтар қажет етеді. Сол сияқты бүгінгі музей түніне де біздің музей мамандары ерекше дайындықпен келді. Оны біздің әлеуметтік желідегі парақшадан көруге болады. Сонымен қатар ең ерекшесі қазір сағат 10-да басталатын суретшілердің пленері. Бұл ерікті түрде Алматы қаласындағы алдыңғы қатарлы суретшілеріміз музейге деген өздерінің үлесін қосуға ниет білдірді. Бұл жалпы жобаның негізгі мақсаты біздер жылжымалы көрмелерге шығамыз. Сол кезде музейдің қорындағы жәдігерлерден бөлек, сол жәдігерлердің кескіндеме суреттерінде көрермен назарына ұсыну. Сондықтан 15 бірдей суретшіміз осы ерекше пленерге қатысып, музейге осы картиналарын сыйға тартатын болады. Әрине бұл музей түні болғаннан кейін біз бұған дейін көрерменнің көзайымына енбеген ерекше жәдігерлерімізді осы музей түні ғана көрерменнің көзайымына айналдырамыз. Рашида ханым, енді осы ретте бұл сауалды мен де өзім қойғым келіп отыр еді. Бүгін мерекеге орай қандай бір ерекше жәдігерлерді көпшілік назарына ұсынасыздар? Ол жәдігерлер несімен ерекше, жалпы тарихы қандай, соған бір тоқталып өтсеңіз бірнешеуіне? Жалпы музейдің қорындағы әр жәдігердің өзінің тарихы ерекше. Өзіңіз айтып өткенде, мынау сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған Әміре Қашаубаев атамыздың мынау Парижде өнер көрсеткендегі өзінің жолсерік айнасы ерекше жәдігер. Бұл зингер істігу машинасы. Бұның тарихында көп адамдар бұл зингер машинасын іздеп келіп сұрап жатады, бірақ біз оны кез келген уақытта емес, арнайы осындай көрмелерде ғана шығарамыз. Самаурындардың бірнеше түрлері бар. Сонымен қатар жалпы музейдің қорындағы тағы бір ерекше жәдігер бұл қыштан, фарфордан жасалған керамикалық бұйымдар. Ең ерекшесі бұл жолбарыстың терісі. Бұлда жаңағы кез келген уақытта біз көрермен көзайымына айналдырмай, осы музей түнінде ғана көрерменге ұсына аламыз. Бұл жаңағы көрік, өздеріңіз көріп отырған. Сондықтан қымбатты Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары дәл бүгін орталық музейге барып, осы музей түні мерекесіне қатысыңыздар, ерекше жәдігерлерді көріп, жалпы тарихтан жалпы осындай біраз мағлұмат алып, өзіңіздің таным көкжиегіңізді кеңейтуге мүмкіндігіңіз бар. Жалпы келушілердің қатары қазір қалай болып жатыр? Бір статистикалық мәліметтер бар ма? Жалпы келушілердің саны, әрине өзіңіз білесіз, пандемия кезінде жалпы тек қана музей емес, барлық мәдениет ұйымдары өздерінің көрермендерін жоғалтып алды. Содан кейін музей жаңа бағыттағы жұмыстарды жолға қоюдың нәтижесінде біздер көрермендерімізді қайтадан
өзімізге тарта білдік. Себебі ол музейлік менеджмент, маркетинг жұмысы бұл алдыңғы қатарда тұратын жұмыстардың бірі. Сондықтан қазіргі статистика бойынша бізде айына 8 мыңнан 12-13 мыңға дейінгі көрермен келіп отыр. Және біздің тарихи мұраларымызға деген шетелдік туристердің қызығушылығы өте жоғары. Осы мамыр айының басынан бастап шетелдік туристер күніге жаңағы 1000-2 мыңға дейін туристер келіп жатыр. Бұл өте керемет көрсеткіш. Өте керемет көрсеткіш. Оларға әрине біздің Сақадай сай экскурсия жүргізушілеріміз дайын. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде экскурсиялық қызметтер көрсетіледі. Рашида ханым, сондай-ақ бүгін осы музей түні мерекесіне орай келушілерге қару-жарақ түрлері де көрмесі де ұсынылады екен. Осы жайында айтып өтсек. Қару-жарақ көрмесіне 80-нен астам қару-жарақтың түрлері қойылды. Ол сақ, сармат кезеңдерінен бастап, мынау Амангелді Иманов атамыздың кезеңіне дейінгі қару-жарақтардың түрлері. Себебі бұл қару-жарақтардың өзі музейге қабылданған уақытта әрқайсының кезеңдерімен айтып өткендей зерттеуден біздің ғылыми бөлімнің мамандары зерттеу жұмыстарының нәтижесінде мынау көрерменнің назарына алғашқы рет осындай кең көлемдегі коллекция толығымен ұсынылып отыр. Бізде жалпы қазір шеберлермен де жұмыс жасап жатырмыз. Бұл қару-жарақ коллекциясын болашақта біздің көрермендеріміз садақ ату өнерімен де танысатын болады және өздерін садақшы ретінде тануға мүмкіншілікті жасайтын боламыз. Сондай-ақ енді біздің білуімізше жуырда орталық музейге ұлттық статусы берілмекші. Жалпы ұлттық деген осындай дәрежеге ие болу қандай дүниелерге жол ашады және оның артықшылығы неде және қандай талаптар бар ол үшін? Жалпы ұлттық мәртебені алу ол кез келген музейдің бағына бұйыра бермейтін ерекше. Және Қазақстанда ұлттық мәртебесі бар бірде-бір музей қазір жоқ. Былтырғы біздің әріптестерімізбен бірге атқарған ең үлкен жұмыстарымыздың бірі деп мақтанышпен айта аламыз. Себебі орталық музейдің қорында 280 мыңнан астам тарихи мұралар жинақталған. Сол 280 мың жәдігердің 10% мемлекеттік тізілімге енгізілу керек. Содан кейін оның арнайы тұрған ерекше ғимараты болу керек, 25 жылдан астам еңбек өтілі болу керек. Бұл жәдігерлерді сақтаумен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын шетелдік музейлермен байланыс деген үлкен жұмыстар жүргізілу керек болатын. Міне осы жұмыстардың барлығы біздің музейде атқарылатындықтан біз былтыр құжаттарымызды жинақтап тапсырдық. Өткенде мәдениет министрі Асхат Раздығұлы президенттің қабылдауында болған уақытта бұл мәселені көтерді. Алла қосса, биыл біз сол мәртебеге қолымызды жеткіземіз бе деген үмітіміз бар. Біз тілектестігімізді білдіреміз. Енді Рашида ханым, бүгін біздің студиямызға орталық музейден біраз жәдігерлерді алып келген екенсіздер. Олай болса, сол жәдігерлердің қасына жақындап, көрерменге дұрыстап, жақынырақ таныстырып өтсек, бұл қандай өнер майталмандарының қолынан шыққан туындылар? Жалпы музейдің қорында 8 мыңнан астам осы көркем сурет туындылары жинақталған. Оның өзі хронология бойынша және қолдану материалына байланысты бірнеше бөлімдерге, коллекцияға бөлінеді. Соның ішінде ерекшесі өздеріңіз білетін Әбілхан Қастеев атамыздың ер баланы сүндетке отырғызу картинасы бейнеленген. Ерекше. Бұл енді біздің қазақи дәстүріміз бойынша жүзеге асырылатын ерекше салттардың бірі десек болады. Сонымен қатар музейдің қорында Хлудовтың бірнеше картиналары бар. Бұл қазақ халқының мәдениетін бейнелейтін көптеген туындылары Әбілхан Хлудовтың да туындыларынан көруімізге болады. Сонымен қатар ерекше картина бұл Абай әуендері деп аталады. Жалпы художниктің ерекше туындының жинақтау композициясының негізінде біз осы Абай атамыздың туындыларын бейнелеген картинадан Абай атамыздың өзінің бейнесін көруімізге болады. Бұл жақындап келген уақытта ғана көрермен көре алады. Сонымен қатар музейдің қорынан біз бүгін біздің музейге келген көрермендердің назарына ұсынылатын кейбір ерекше жәдігерлерімізді алып келдік. Мінекей операторларымыз қазір жақыннан көрсетсе, бұны міндетті түрде бес саусақ қолғапты киіп барып қана ұстауға болады. Себебі адамның қолында біз қанша
өңдеп жуғанымен адамның қолында микробтар, май болады, сондықтан жәдігерлерді бүлдірмес үшін біз арнайы құрылғыларды қолданамыз. Мынау ең алғашқы біздің көрермендеріміздің назарына ұсынылатын бұл сақ кезеңіндегі қола қазандардың тұтқасы. Бұның барлығы лабораториялық зерттеулерден өткен. Сондықтан сіз құлағының өзінің салмағын ұстап көріңіз, қандай екенін. Қандай ауыр және бірнеше ғасырлық тарихы бар жәдігер, қымбатты көрермен, менің қолымда қазір. Өте құнды дүние. Сондықтан бұл жәдігер көрермендердің назарына бүгін ерекше түрде ұсынылатын болады. Енді бұл жердегі ерекше жәдігеріміз бұл Қажымұқан атамыздың тымағы. Оны сол Қажымұқан атамыз елді аралап жүрген уақытта қалап сұрап алған екен. Ол жалпы өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ халқының дәстүрінде дүниеге жаңағы ерте келген сәбиді осы тымақта өсіретін болған екен. Және сол елдегі балалардың, сол толық жетілмеген балаларды осы тымақта өсірген деген аңыз әңгімесі бар. Бұл жаңа тымағымызда бүгінгі күні көрермендерге жақыннан танысуға мол мүмкіндік береді. Қажымұқан атамыздың тымағы бұл, қымбатты көрермен. Ал енді мына әшекей бұйымдар ма, бұл не нәрсе? Бұл әшекей бұйымдары жалпы біздің әйел адамдарымыз көбіне әшекей бұйымдарды күмістен таққан, және қолында күмістен білезігі жоқ әйел адамның қолынан азаматтарымыз ас ішпеген екен, адал емес деп. Себебі күмістің бойында жалпы микробты өлтіретін ерекше қасиеті бар екен. Бұл қай кезеңдерге жататын жәдігерлер? Бұл негізінен 19 ғасырдың жәдігерлері. Мынау менің қолымдағы бұл құстұмсық жүзік. Бұл әр зергерлік бұйымдың өзінің тағылу мәдениетіне байланысты қолдану ерекшелігі бар. Бұны мысалы біздің қазір көптеген қыз-келіншектеріміз қарап отырса, тарихын айтып өтуге тура келеді ғой деп ойлаймын. Себебі бұл құстұмсық жүзіктің өзі құстай еркіндікті, яғни қыздың еркін екендігін білдіреді, басының бос екендігін білдіреді. Бұл құстұмсық жүзікті тұрмысқа шығып жатқан уақытта анасы қолынан шешіп, жаңағы сандығының түбіне ақ шүберекке орап салып жібереді екен. Артынан бір жылдан кейін барған туыстарымен бірге осы құстұмсық жүзік қайтып келсе, оны жаңағы қыздың анасы, жігіттің анасы екеуі бір-бірімен мынандай құдағай жүзікпен алмасады екен. Ал егерде бұл жүзік қайтып келмесе, ол жақта қыздың келін ретінде қабылданбағандығының белгісі екен. Ал егерде қайтып келіп жатса, ол қыздың келін ретінде қабылданып, жақсы тұрмыста өмір сүріп жатқандығының белгісі екен. Ал осы құстұмсық жүзік қайтып келсе, оны мынандай құдағай жүзік алмастырады. Оның өзге жүзіктерден ерекшелігі оның екі саусаққа киілетіндігі, яғни екі бауырының болуы. Бұл жалпы біздің болашақта балаларымыз осындай мәңгі бірге болсын деген мағынада жасалған екен. Қандай керемет. Қолында осындай ерекше құдағай жүзігі бар аналар, бұл ең ауылдағы құрметті аналар болып есептелген. Себебі тәрбиелі ұл мен тәрбиелі қызды өмірге әкелгендігінің белгісі. Тамаша. Рашида ханым, бүгін студиямызға келіп, осындай керемет құнды тарихи жәдігерлерді алып келіп, келелі әңгіме өрбіткеніңіз үшін біз сіздерге алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі іс-шараның барлығы ойдағыдай сәтті өтсін дейміз. Енді көрерменге қысқа нұсқа таңғы тілек болса, сонымен қорытындылайық. Рахмет. Әрине музей түнінде біз көптеген концерттік бағдарламалар, шеберлік сағаттары, ерекше тақырыптық көрмелер бар. Соның ішінде алғашқы рет көрерменнің назарына ұсынылатын бұл жаңағы ұлы тұлғалар деген картина. Мысалы, жаңағы Асанәлі Әшімов ағамыз өмірді өзі қалай көреді. Міне осы ағамыздың әңгімесі негізінде картиналарды көрермен назарына ұсынылады. Ол Асанәлі ағамыздың өзінің картинасы бұл Наурызға дайындық деп аталады. Енді одан бөлек Тамара Волкованың көрмесі болады картиналарының. Осы және өзге де ерекше дүниелерді көру үшін біз сіздерді кешкі сағат 6-дан түнгі сағат 12-ге дейін орталық музейде күтеміз. Біздің мекенжайымыз Самал мөлтек ауданы 1-ші Самал 1, 44-ші мекенжайда орналасқан. Сондықтан бұл тек қана музейдің емес, барша қазақ халқының мерекесі. Сондықтан барша алматылықтарды және Алматы қаласының тұрғындарын орталық музейде асыға күтетін боламыз. Менің ешқандай алып қосарым жоқ. Барлық мәлімет айтылды. Қымбатты көрермен, келіңіздер. Сізге көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Қазір енді бізде ұлттық арнада, қымбатты көрермен, шағын ғана үзіліс. Одан кейін осы тақырыптағы
әңгімені біздің елордамыздағы әріптестер ары қарай жалғастырады. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер.